Достар, бүгін біз сізге YouTube каналды ашуды және настройкасын жасауды үйретемін. Ол үшін Google'ден создать аккаунт Google деп ашамыз. Мына жерде мынадай аккаунт, мынадай переход шығамыз. Мынада аккаунт создать. Именно мынаған басамыз, создать аккаунт Google. Мына жерде өзіңіздің есіміңізді және фамилияңызды жазуыңызға болады, немесе YouTube каналыңыздың атын жазуыңызға болады. Мен есімімнің орнына мынадай жаңа каналымның атын жаздым, бірге үйренейік. Және ол маған бірден мынадай почтаның үйренейік, бірге деп деген нұсқасын ұсынды. Или мұны бірге үйренейік. Қалай мұны жерде тапсалай бірге үйренейік. Gmail.com болып шықты мысал. Все, пароль жазып, оны қайталап жазамыз мұн жерге. Так, пароль жазылды. Пароль должен содержать не менее 8 знаков, буквы, цифры, специальные символы дейді. Сондай пароль жазамыз. Далее басайық. Номер телефона. Ваш номер телефона не виден другим пользователям. Он используется для защиты аккаунта. Бұл жерге номеріміз жазамыз, телефон. Номер телефонымды жаздым. Және туған күніңіз мұны. И пол. И мына жерде көрінбей тұр. Болды. Далее дегенді басамыз. Сохранить дейді. Давайте сохраним пока. Ну и бір жерге блокнотқа жазып алыңыз. Конфиденциальности условий использования. Оқып шығамыз. И келісеміз. Принимаю. Все, добро пожаловать. Бірге үйренейік деген аккаунт менде ашылды. Жаңағы туған жылыңызды жазғанда міндетті түрде 18 жастан асуыңыз керексіз. Ары қарай YouTube каналыңыз дұрыс жұмыс жасау үшін, монетизация и так далее. Телефон номеріңіз жұмыс жасап тұрған, SMS келетін, қолжетімді телефон номеріңіз болу керек. Себебі кейде, менде мына жерде бірден ашылды, кейде сол номерге SMS жіберіп, соны жазуды сұрайды. Все, енді мына Google аккаунт создың. Енді мына автоматты түрде мына оң жақтағы квадратикті бассаңыз, сізде уже YouTube барлығы привязан болады осы аккаунтқа. Бір аккаунтта осының барлығы бірге. YouTube-ты бассаңыз, екінші вкладка ашылады. Сізде в принципе уже өзіңіздің каналыңыз бар. Ашылды. Әрі қарай мына жерде иконка шығып тұр. Менің каналымның аты бірге үйренейік деп басталғандықтан Б деп тұр. Одан кейін аватарка барлығын өзгертеміз. Осыған бассақ. Ал кеттік. Мына жерде создать каналды басамыз. Первый шаг. Начинаем. Мына жерде қараңыз, с вашим именем деп жалғастырсаңыз, бұл сіздің жеке аккаунтыңыз болып қалады. Және болашақта ол өсе келе сіз егер кішкене делегировать етіп өзіңіздің каналыңыздың мысалы тег жазуды, видеоны шығаруды, комментарийларға жауап беруді, тағы басқа бір жұмыстарын делегировать етіп администратор алғыңыз келсе, бірақ ол администраторға толығымен барлық сіздің жаңағы Gmail почта барлығының паролін бергіңіз келмейді, тек қана администратор рұқсатын ғана бергіңіз келсе, ондай рұқсат тек бизнес аккаунтта болады. Сондықтан мына жерде біз с другим названием, вы можете указать название своего бренда или добавить новое имя, фото дегенді таңдаймыз. Выберите название для своего канала. Бұл жерде қайтадан мен жазам жаңағы названиені өзімнің. Мен өзімнің аккаунтыма атын жаздым. Естеріңізге салайын, 90 күнде ішінде 3 рет қана ауыстыруға болады аккаунтыңыздың атын. Все, кеттік. Бізде мынадай ашылды. Загрузить
первый шаг сделан, енді выполнить несколько действий дейді. Можно сделать сейчас или позже, в принципе. Давайте қазір попробуем фото загрузим. Так, мына мен рабочий столға дайындап қойған фотомды қазір қарайық. Открыть. В принципе, нормально, ештеңе басым кесіліп қалған жоқ. В кругу нормально видно, да? Ары қарай расскажите аудитории о своем канале. Так, мен өзімнің каналым не туралы болатын қысқаша жазып өттім. Ары қарай мына жерде басқа әлеуметтік желілерге ссылкаңыз жазуыңызға болады дейді. Жазып көрейік. Сохранить и продолжить. Шықты. Мына фотом бірге үйренейік. Ары қарай көрейік. Ал енді настройка жасап көрейік. Мына болды бізде каналымыз созданы. Мына мына жердегі өзіміздің аватаркамыз тұрған жерге басамыз. Мына жерде настройки деген бар. Соған бассақ, мынадай настройкалар шығады. Енді мына жерде қараңыз, мой канал изменить в Google именно, да, есімін өзгерту каналдың именно. Мына жерде қараңыз, бағанағы айтқаным, мына добавить или удалить администраторов канала. Жаңағы делегировать еткіңіз келсе, мына администратор тек қана мысалы түрлі несін пользовательдер настройки доступы. Мына жерде тек қана бүкіл енді Google фото, Google бүкіл Gmail почтаңыздың бәрін бермей, тек қана мына пароль сұрап жатыр. Пригласите удалить, также изменить их роли. Вот, қарайық, мына мен өзім основной владелец, мына жерде мына плюсты бассаңыз, және мына жерде электронный почталарын жазып, мысалы администраторларыңыздың мына администратор или менеджер деп тағайындай аласыз. Сонда ол тек қана бір өзіне ғана қажетті доступы болады. Пока маған ондай қажет жоқ, готово. Удалить аккаунт қажет болса, тоже осы жерде. Так, достар, мына жерде управление каналымен деген жерде бір осы аккаунтқа бірнеше канал қосуға болады, бірақ оған мен сізге олай жасауға кеңес бермеймін, себебі егерде бір каналыңызға страйк келіп, немесе YouTube сізді банға жіберіп, жауып тастап, тағы да түрлі техникалық проблемалар болатын жағдайда, басқа сол аккаунтқа тіркелген басқа каналдарыңыздың да жағдайы мәселесі қиындау мүмкін. Сондықтан әрбір ашатын каналыңызға бөлек осылай басынан басқа Gmail почта, басқа телефон тіркеп ашып бастауыңыз қажет. Сонда бір-біріне тәуелсіз әрбір аккаунт өзімен өзі болады. Ары қарай настройкада мына екінші бізде советы деген тұр. Бұл жерді қараймыз, мына уведомление в браузере. Можете настроить мына галочка тұрған жерлерді өзіңіз қарап шыға аласыз. Керек па сізге бұндай мына подписки присылать уведомления каналах, на которые вы подписаны, рекомендованы. В общем, мынаның бәрін өзіңіз оқып тексеріп қараңыз, қайсысы керек сізге, қандай уведомление, қайсысы керек жоқ. На моем канале новостях сервиса, кроме тех, на которых отменена подписка. По электронной почте, мысалы, сізге келеді. В принципе, базовыйларды қалдырсаңыз болады. Потом, если что-то вас будет раздражать, уведомление, можете сюда зайти и отменить. Общие новости, YouTube, подписки и так далее. Выберите язык, на котором вы хотите получать в электронной почте. Ал көрейік, қазақша болсын. Так, все. Оңай өзгертіледі бұл настройкалар. Ары қарай воспроизведение. Всегда показывать субтитры, показывать, что созданы субтитры, если они доступны. Болсын. Настройка кодека. Так, кеттік дальше. Конфиденциальность дегенге бастым. Бұл жерде маңыздысы барлығы мына галочка тұр. Уже базовый осылар тұрсын, алып тастап жүрмеңіз. Сіздің кімді лайк басып кімге жазылғаныңыз туралы ешкім білмеу керек. Жалпы жұмыс аккаунтыңыздан ешкімге вообще
қарап лайк басып сақтаудың қажеті жоқ. Ол үшін басқа бір технический аккаунт создавать етіп қойыңыз, продвигать етпейтін. Ал бұл монетизировать ететін болашақта жұмыс аккаунттарыңызбен никуда не надо ходить. Бұл маңызды. Так, ары қарай кеттік. Связанные аккаунты. Біз бағана Инстаграмды вроде связали, да? Мына жерлерден біз онша қатты ешкім ештеңе не используем вроде Қазақстанда, білмеймін, мен аларды бірінші рет көріп тұрмын. Қажеті онша жоқ. Просмотр на телевизоре. Бұл жерде де қатты бізге қазір ол қажеті жоқ. Расширенные настройки. Бұл да бізде так самостоятельно барлығын оқып танысып шығуыңызға болады. Қатты бір бұл жерде маңызды ештеңе пока бізде тоже жоқ. Осымен біздің YouTube каналымыз ашылды, настройкасы жасалды. Келесі сабақта оны әрлеп үйренеміз. Әзірге сіздерден лайк және комментарий күтемін.